руханият және тарих әдістемелік пән бірлестіктері 10 күндігімен Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналады. Әл-Фараби кітапханасында. Зәмзәгүл Төлеубековнадан ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту эстафетасын қабылдай отырып, Руханият пән бірлестігі Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне ұлы ғұламаның тағылымдарын кеңінен зерттеп, оларды жас буынға насихаттау мақсатында келді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті өзінің салт дәстүрімен бай, көп жылдық білім саласындағы және ғылыми жұмыстарда тәжірибесі мол бірден-бір жоғары оқу орны. Университет 180 сала бойынша мамандар дайындайды. Қазақ ұлттық университеті өзінің негізін 1934 жылы 15 қаңтарда қалағаннан бастап Қазақстандағы білім беру жүйесінің бетке ұстар қайнары. Қазақ ұлттық университетінің қабырғасында Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Олжас Сүлейменов, Тұманбай Молдағалиев сынды ғылым мен мәдениет қайраткерлері дәріс алған. Киелі жерге келуіміздің басты себебі Қазақстанда Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын ел бойынша тойлау осы Алматыдағы ғұлама аты берілген Қазақ ұлттық университетінің студенттер сарайында салтанатты жағдайда басталған. Мерейтойды мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев ашып берген. Салтанатты шараға Біріккен Ұлттар ұйымы және ЮНЕСКО, Ислам ынтымақтастық ұйымы мен дипломатиялық миссиялар өкілдері, мемлекет және қоғам қайраткерлері, ректорлар, Қазақстан мен шетел ғалымдары қатысқан. Осының әсерінен ойшыл Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО-ның атаулы күндері мен оқиғалары күнтізбесіне енгізді. салтанатында сөз сөйлеген Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Әл-Фараби жылы аясында қолға алынуы керек бірнеше бастаманы атаған, және оның бірқатары жүзеге асты.
мерейтой аясында ұлттық университетте Әл-Фараби кітапхана орталығы ашылған. Мақсаты халқымызға білімнің, ілімнің нәрін сепкен аса ірі тұлға Әбу Насыр Әл-Фараби мұраларын насихаттау. Бұл жерде ол кісінің 340-тан астам трактаты бар ғой, қателеспесем. Сол барлық трактаттар өзіңіздің Әл-Фарабидің ақыл-ойы туралы трактаты. Қазір келесіде қателеспесем білесің ғой. музыка туралы үлкен кітаптар. Қазір аспаптар жатыр. Бақыт жолын сілтеу, әлеуметтік этикалық трактаттан дейді. Бақыт тек әрбір адамның ұмтылатын мақсат, өйткені ол белгілі бір жетілу болып табылады. Ақыл және ғылым туралы трактат дейді. Өздеріңіз білетіндей, өткен жылы 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде халықаралық деңгейде тойланып өтті. Әрине, Аристотельден кейін екінші дүниежүзілік ұстаз атанған осы бабамыздың адамзаттың ғылымы мен біліміне, өнеріне қосқан үлесі шексіз. Бір ғана мысал айтуға болады, мысалы Әл-Фарабидің не үшін осындай үлкен мәртебеге көтерілгендігі туралы. Мынау Еуропада орта ғасырда қайтадан өрлеу дәуірі болды, қайта өрлеу дәуірі дейді. Не үшін бұл қайта өрлеу дәуірі деп аталған кезде, бұған біздің тікелей осы Әл-Фараби бабамыздың қатысы бар. Себебі христиан діні келгенге дейін Еуропада грек-рим дәуірінде өте үлкен ғылыми еңбектер пайда болды. Аристотель бастаған Сократ, Платон, ескі ойшылдар. Осылардың еңбектері христиан дінінің келуімен Еуропада тыйым салынды. Және Еуропа халқы оны ұмытып кетті. Орта ғасырда араб әлемі гүлденді. Гүлденген кезде көптеген ғалымдар шықты. Солардың бірі осы біздің Әл-Фараби бабамыз, өзіміздің отырарда туып, білім қуып, сол Бағдатта, Дамаскта мекен етті. Енді Әл-Фараби бабамыздың үлкен еңбегі ескі тілдерді өте жақсы меңгерген Аристотельдің, сол кездегі Сократ, Платондардың еңбектерін ол кісі ескі грек-рим тілінен қайтадан араб тілдерін аударған. Ал енді онына орта ғасырдағы Еуропаның ғалымдары осы араб тіліндегі, парсы тіліндегі жазылған біздің Әл-Фараби бабамыздың еңбектері арқылы өздерінің даласында бұрын өткен сондай ғалымдардың болғандығы туралы мәліметтерге ие болып, ол заманға Әл-Фараби бабамыздың аударған еңбектері, мысалы Аристотельдің трактаттарына жауап деген секілді көп еңбектері үлкен бір қайта өрлеуге, қайта ғылымның гүлденуіне үлкен күш берген. Сондықтан осы дәуір қайта өрлеу дәуірі деп аталған. Деген еңбектері бар, бірақ өкінішке орай қазақ даласы біз жақсы пайдаланбай жатырмыз. Жастар көбірек пайдалану керек. Бірінші Әл-Фараби бабамызды қазақ еткен Ақжан Машани, әрине. Одан кейін Әнуар Әлімжановтың да үлкен еңбегі сіңді, ұстаздың қайтару деп кітап жазды. 1100 жылдығы тойланды Алматыда. 1150 жылдығын біз тойлап отырмыз. Енді менің айтайын дегенім, мына жастар осы Әл-Фарабидің, жастар болсын біздің ғалымдарымыз осы кісінің еңбегін көбірек пайдалану керек. Мысалы, мен өзім кітап жаздым, биологияны оқыту әдістемесі. Осы жерде қазақ зиялыларымен бірге өзіміздің кейін мына Әл-Фараби бабамыздың да еңбектерін, мысалы, бізде көптеген кемшілік қандай? Ғылымның бастауын бізде өзімізде бар ғалымдарды бағаламаймыз біз. Жастарға айтпаймыз, мысалы, Әлихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынұлы деген секілді. Немесе жаратылыстану ғылымдарында да солай. Біз өзіміздің Әл-Фараби секілді ғалымдарымыздың болған олардың еңбектері туралы көбірек айтуымыз керек, және оны мақтан тұтуымыз керек.
біздің арттағы жас ұрпақ, оқушылар, жастар осы ата-бабалардан үлгі алып, кеше бір керемет генетикалық жағынан текті ұлттың ұрпақ екендігін әрдайым естерінен шығармаулары керек. Сол арқылы ғана біз өзіміздің мынау 21 ғасырда ұлттық құндылықтарымызды сақтаймыз, идеологиямызды тіктейміз және тәуелсіздігімізді мәңгілік етуімізге болады. Қалай ұғуға болады деген сұраққа Әл-Фараби атамыз білімді түсінумен, зерттеумен және де тәрбие өнерімен ұғуға болады депті. Әл-Фарабидің тағы бір сөзінде тарихты білмей, өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын депті. Ендеше тарихымызды асқақтататын, рухымызды жаңғыртатын, біздің жарқын болашағымызға ақ жол бастайтын бастауыш ордасына ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту атты эстафетамызды жолдаймыз.